3, 2, 1. Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін біз Астана онлайн әлеуметтік жобасы аясындағы ақпараттық пікірталас алаңының жұмысын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызық, өте өзекті, барлық қоғамды толғандырып отырған тақырып деп айтуға болады. Цифрлық қоғам, мүмкіндіктер мен тәуекелдер, заманауи құзыреттіліктер деп аталады. Бұл ақпараттық пікірталас алаңына біз негізінен спикер ретінде жалпы дебаттық формада өткізуді жөн көрдік. Себебі қазіргі цифрлық қоғамның жасанды интеллект дәуірінің плюс және минус жақтары баршамызға белгілі. Қоғамның белгілі бір бөлігі бұған қол шапалақта қуанып, бүкіл технологиялық прогресске қол жеткізіп жатырмыз деп есептейтін болса, белгілі бір қоғам басқаша пікірде, яғни бұл жасанды интеллект, цифрлық ақпараттық технологияның, генеративті технологияның көптеген тәуекелдері, сын қателері бар деп есептейді. Сондықтан біз үшін қазіргі жастардың пікірі өте маңызды. Осы тұрғыдан біз бүгінгі диалогтық алаңда тек қана диалог емес, пікірталас, дебат формасында өткізуді жөн көрдік. Біз бүгінгі дебатқа Тұран Астана университеті мен Евразия университетінің, яғни Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің студенттерін шақырдық. Қош келдіңіздер біздің студияға. Мен сөз басында сіздерге белгілі бір слайдтарды көрсетіп жіберейін, біздің әңгімеміздің басы болсын. Жалпы тақырыпты мен атап өттім. Келесі слайд көрсетсеңіз, Арбинас. Қазір заманауи трансформациялар қоғамы, біз көптеген өзгерістердің куәсі болып отырмыз. Трансформациялар, ғаламдық деңгейдегі трансформациялар. Соның ішінде екі трансформацияны атап айтуға болады. Бұл технологиялық трансформациялар. Біз қазір төртінші индустрия заманында отырмыз деп есептейміз. Бұл сол жасанды интеллекттің заманы, дәуірі. Енді бір 10-15 жылда индустрия 5-ке ауысып кетіміз. Ал енді ол қоғамның, ол технологиялық қоғамның қандай болатынын әзір тек қана мынау футурист ғалымдар сипаттап беріп отыр. Көріп отырсыздар технологиялық трансформациялар. Ал енді рухани трансформациялар, бұл сол қатар жүріп атқан біздің сана сезімімізге, дүние танымымызға тікелей әсер ететін факторлар, рухани трансформациялар, ол адамзаттың, жалпы көпшілік адамның мынау рухани құндылықтардан гөрі материалдық құндылықтарға, тұтынушылық мәдениетке белең алып бара жатқаны, соған көбірек әуес болып отқандығын белгісін біз көріп отырмыз. Енді мына слайдта осы трансформациялардың қандай салдарлары болып жатқандығын көрсетуге тырыстық. Көріп отырсыздар, жалпы ақпараттық технология, жаңағы айтып отқан жасанды интеллект, цифрлық технологиялар прогресспен қатар бізге көптеген тәуекелдерді келтіріп отыр. Сол салдарлары есебінде көрсетіп отырмыз, оны алдағы уақытта айтамыз. Ал енді рухани трансформацияларға келетін болсақ, мынау материалдық құндылықтарға, тұтынушылық дүние танымының басым болуы, жалпы адамдардың дүние танымында, сана сезімінде адалдық, ар намыс, отбасылық құндылықтар, бір-бірімізге деген мейірімді көзқарас, достық, махаббат деген сезімдердің азайып кетуіне әкеліп отыр. Көбіне біз пайда табу, оның ішінде жеңіл пайда табу, оның ішінде лудомания, алаяқтық деген нәрселер белең алып жатқаны өте өкінішті. Келесі слайд. Жалпы келесі слайдта көрсеткеніміз, қарап отырсаңыздар, өзі адамзат жаралғаннан бастап екі бір параллельді әлем келе жатыр. Ол бірінші, мысалы, табиғат, ол Алла тағаланың жаратқан бізге үлкен рухани құндылығы, рухани емес, жалпы материалдық құндылық, табиғат, жаратылыс. Соған қоса адамзат ғылым мен технологияны ойлап тапты. Біз қазір космосқа дейін ұшып, басқа планеталарды игеруді жоспарлап жатырмыз. Сонымен қатар рухани құндылықтарға параллель, соған балама деп айтуға болады, альтернатива дейміз, ол материалдық құндылықтар, жаңа мен айтып өттім. Біздің дәстүрлі, өзіміздің дәстүр болатын болса, оған
альтернатив, яғни балама есебінде неше түрлі инновация шығып жатыр. Біз әр ұлттың өзінің ұлттық бірегейлігі болатын болса, национальный идентичность дейміз, оған қоса, оған параллель жаһандану процесі жүріп жатыр. Бұл деген бүкіл мына әзіргі технологияның арқасында глобализация, яғни мынау әлемдік деңгейдегі бір тұтастық пайда болып жатыр. Енді соңғы жаңалық, бүгін біз талқылайтын нәрсе, ол адам мен жасанды интеллектінің альтернативасы, баламасы. Адам осы әлемде бір монополист деп айтуға болады. Өзі жеке дара әулие болып жүрді. Ал енді қазір оған мына технологияның даму нәтижесінде параллель, альтернатива, балама, жасанды интеллект. Бұл екінші адам. Қолдан жасалған жасанды адам. Оның мүмкіндіктері өте үлкен. Оның бәріміз білеміз. Сондықтан біз қайда кетіп бара жатырмыз деген сұрақ туындайды. Солай емес па, иә? Қалай? Келесі слайд. Цифрлы қоғамның мүмкіндіктері, жасанды интеллект мүмкіндіктері өте үлкен. Оны мен қазір көп айтпаймын, біздің спикерлер оны айтады деп ойлаймын. Жалпы бір бағыт-бағдар беріп жатқаным, ол бәрімізге белгілі. Келесі слайд. Осы кеше ғана мәжіліс депутаты Сергей Пономарев мынандай нәрсені айтты. Дипфейктер Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отыр деген депутаттық өзінің заявление дейміз, мәлімдеме жасады. Ол осы туралы Қазақстан Республикасының премьер-министріне, жасанды интеллект және цифрлық технология министріне және ішкі істер министрі Ержан Садемовтың атына депутаттық сауал жолдады. Келесі слайд. Ол кісі не деді? Дипфейк бұл адамды жаңағы жасанды интеллект арқылы адамның бейнесін жасап шығару. Өте соған ұқсайтын, дауысы да ұқсайды, бейнесі де ұқсайды, қимылы да ұқсайды. Яғни параллельді кез келген адамға параллель соған адамның бейнесін жасап шығарады. И ол адам арқылы бүкіл қоғамға манипуляция жүргізуге болады. Солай емес па? Қазір осындай қауіп төніп жатыр. Ол кісі Пономарев мырза осыны айтып отыр. Бұл жасанды жаңағы дипфейктер арқылы, жалған бейнелер арқылы кәсіпкерлерді, бизнесмендерді, саясаткерлерді экранға шығарып, халықты манипуляция жасауға, алдауға болады. Неше түрлі хабарлар таратып, өтірік фейк хабарлар таратып, зиянды хабарлар. Енді ол кісі айтады, біз шамалы қалдық, ертең президенттің дипфейкін шығарып, бүкіл қоғамға үлкен қауіп төнуі мүмкін. Біздің ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төнуі мүмкін. То есть наш искусственный интеллект доходит до того, что посредством дипфейка мы можем завтра параллельно нашего президента вытащить на экран и объявить о каком-то нехорошем сообщении. Это уже опасность национальной безопасности. Вот депутат Пономарев с трибун парламента об этом заявил. То есть это получается государственного масштаба проблема. Міне осыған байланысты біз бүгін жастарымызбен осындай әңгіме жүргізгіміз келеді. Осымен менің хабарым бітті. Енді бүгінгі біздің трибунаға шығып, осы тақырыпта талқылауға өздерінің пікірін білдіруге келісіп отқан Ғабитұлы Мадияр Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің студенті. Қандай факультет? Юридический, құқықтану. Құқықтану факультеті. Және Сейтжан Нұрай Отыран Астана университетінің қандай факультет? Құқықтану мамандығы. Құқықтану. Өте жақсы. Екеумізді құқықтану, яғни ойлаймыз, біздің спикерлеріміз, жас біздің студенттер өздерінің пікірлерін өте дәлелді пікірлермен айтып береді деп ойлаймын. Енді бірінші әрине Нұрай айтып отыр, қыз балалар жалпы әр уақытта бір жақсы нәрсені ойлайды ғой. Бұл технология бізге өте жақсы, жағымды жаңалықтар, жағымды прогресс алып келеді деп есептейміз. Нұрай, өзіңізге сөз.
Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Сейтжан Нұрай. Тұран Астана университетінің құқықтану мамандығы бойынша бірінші курс студентімін. Бізге берілген тақырып, яғни қазіргі таңда біздің ойлайтынымыз жасанды интеллект, цифрлық қоғам жайлы не ойлайтынымыз, және оның пайдасы көбірек пе, әлде зияны көбірек пе деген тақырыпта бұл қарарды талдау болған болатын. Ең алдымен дефиниция ретінде айтып өтейін. Жалпы цифрлық қоғам, жасанды интеллект дегеніміз не деген сұраққа, ол ғылымды, техниканы үйренетін, білім саласын дамытатын технология. Қазір бізде жасанды интеллект білімде бар, ғылымда бар, өндірісте бар, медицинада бар, жалпы бүкіл қоғамда бізде жасанды интеллект қолданылады. Осы кезде факт дейтін дүние бар. Яғни бізде президентіміздің жолдауы өткен болатын. Ол президентіміздің кезекті жолдауында осы елімізді цифрлы сауатты елге айналдыру ішінде, жалпы біз 3 жылдың ішінде елімізді цифрлы елге айналдыруымыз керек деген міндет қойылған болатын. Яғни түсінуіміз керек дүние, президентіміздің өзі айтып отқандай, цифрлы қоғам ол пайдасы көбірек алып келетін қоғам. Қазір Қазақстан дамушы елдердің қатарында, егер біз қазір цифрлық қоғамға өтпейтін болсақ, технологияға, жасанды интеллектке өтпейтін болсақ, онда біздің ары қарай артта қалу қаупіміз артады деген сөз. Жалпы осы кездегі проблема заманауи техниканың дамуы адамзатқа көмек пе, әлде зиян ба деген дүниені түсіндіру. Мен факт ретінде айтып өтейін, жалпы бізде дүниежүзімізде, дүниежүзі сауда ұйымдарында, жалпы өзінің деректері бойынша қазір жасанды интеллект өте көп қарқынды дамып келе жатыр. Мысалы ретінде айтып өтейік, Google Translate деген сияқты түрлі жасанды интеллект компаниялар бар. Ол компанияларда адамдарға, оқушыларға көптеген үлкен көмегін тигізеді. Жалпы білім саласы болсын, басқа салада болсын. Яғни біз өзімізге керек дүниені немесе өзімізге керек нәрсені онлайн түрде жасай аламыз. Яғни біріншіден жалпы дүние бар. Яғни қазір дүниежүзінің экономикалық парламенттің айтуы бойынша 2030 жылға дейін жалпы ішкі істер өнімі жасанды интеллект бойынша 15,7 триллионға артқан. Яғни айтып өтейік, 2030-ға дейін егер біз жасанды интеллектке өтетін болсақ, еліміздің пайызы артады деген сөз. Яғни қазіргі кезде көптеген қолданыста бар, киберқауіпсіздік, антиинженерия деген сияқты салалар. Яғни жасанды интеллектті пайдалану арқылы түрлі мамандықтарға біз онлайн түрде жұмыс жасай аламыз. Яғни жұмыссыздық деген дүниені ысырып қоя аламыз. Мысалы, жасанды интеллект арқылы, онлайн арқылы, интернет арқылы қаншама адамдар жұмыс жасап отыр, қаншама адамдар нарыққа шығып жатыр. Яғни айтып өтетін дүние бұның қазіргі цифрлық қоғамның ары қарай пайдасының артуында. Одан кейінгі дүние бізде AlphaFold деген компания бар, я. Бізде Defect деген компания бар. Осыған қарсы бізде AlphaFold деген компания бар. Яғни айтып өтетін дүние ол жасанды интеллекттің қандай түрде жұмыс жасайтынын түсіндіреді. Сонымен қатар ол бізде адам ағзасындағы барлық ақуыздың құрылымын болжайды. Яғни ғалымдарымыз айтып өткен осы AlphaFold жасанды интеллект компаниясы ол бізде биологияға революция алып келген. Мысалы, биологиядағы революция деп атайды. Бұл бұрын ондаған жыл бұрын адам жасайтын дүниені бірнеше күнде жасап тастайды деген сияқты пікір қалдырған. Яғни ғалымдарымыздың айтып өткені бойынша біз жасанды интеллектті жақсы жағынан пайдалана аламыз, алдын ала зерттей аламыз, құрастыра аламыз. Яғни жасанды интеллектті адамдар құрастырады, адамдар зерттейді, және адамдар құрастырғаннан кейін ол алдын ала зерттелінеді, алдын ала қорғалынады. Яғни құрастырғаннан кейін дұрыс жағынан құрастырылады. Одан кейін дүние мүмкін бір бөлігін айттық қой, енді Мадиярға сөз берейін. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Ғабитұлы Мадияр. Жалпы мен айта кететін зат бұл бізде жасанды интеллекттің зияндары, кедер әсерлері. Біз айтатын болсақ, жаңа медицина саласын қосайық, дүниежүзілік тарих саласын қосайық. Медицина саласында біз айтатын болсақ, адамдар осы жасанды интеллект арқылы өзінің ауруларын зерттейді. Менде осындай симптом, қандай ауру деп. Осының салдарынан былтыр 2024 жылдың сентябрь қыркүйек айында бізде бір қыз өмірде өтті. Осылай жасанды интеллект жазады, менде осындай ауру, мен осылай қысылып жатырмын дейді. Ана қыз келесі күні барады да өзіне қол жұмсайды. Осыны айта кетсек болады. Жалпы бізде жасанды интеллекттің дифференция, жаңағы жан-жақты арақатынасын зерттеу керек. Қай жері плюс, қай жері минус екенін зерттеу керек. Ал айтатын бізде жасанды интеллект бұл бізде революция болмау керек, эволюция болу керек. Кезегімен кету керек. Біз, мысалы қазір жастар, осы жасанды интеллект революциясының кесірінен ChatGPT, Gemini, тағы да басқа жасанды интеллекттерге көп сүйенеді. Білім саласында да сол. Әр жерде өзінің артықшылығы және кемшілігі болады. Осыларды біз үйлестіріп қолдана білсек, жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Жалпы айтар болсам,
дүйжү тарих саласында бұл бізде жасанды интеллект пайда болуы, жалпы индустриялы елдер пайда болуы өнеркәсіп төңкерісінен басталады. Онда адамдар жұмыссыз қалды, бірақ машиналар іске қосылды. Бізде артықшылығы не кемшілігі білмейміз оны. Ал тағы айтатын болсам, мен айтарым білім саласы және экономика саласы. Білім саласында оқушылар жаңағы жасанды интеллектке көп сүйенеді, өздерінің критикалық ойлану жүйесіне айырылады, өз пікірлерінен айырылады, дербестігінен айырылады. Сыни ойлау. Сыни ойлауынан айырылады. Ал экономика, әлеуметтік сала. Жалпы бізде этика бойынша осы жасанды интеллекттің жасап жатырған істеріне кім жауап береді? Белгілі бір адам жауап бере ма? Басқармалар жауап бере ма? Жоқ, ешкім жауап бермейді. Оған жаңа мысал, қыздың өлімі мысал болды. Қыздың өліміне ешкім жауап бермеді, солай қалды. Ал экономика, әлеуметтік салада жұмыссыздық онлайн түрде жасалып жатыр. Бірақ жасанды интеллект деген ол онлайн түрде емес, ол бізде робот істеуі ол. Нақтырақ айтсақ, робот біздің орнымызды алмастырады. 2027 жылға дейін әлем бойынша бізде 83 миллион адам орынсыз қалады деген жұмыс орынсыз қалады деген нәтижелер бар. Бұл жалпы бізде жаңағы Еуродаум сияқты ұйымдар айтады осыны. Жалпы айтатын болсақ, бізде және жасанды интеллекттің техникалық және революциялық жағы бар. Техникалық жағы тиімдірек революциялық жаққа қарағанда деп нақтылаймын. Жақсы. Мен білім саласында қосып өтсем болады ма? Қазір айтып жатыр, білім саласында адамдар критикалық ойлауынан айырылады деген сияқты дүниелерді. Жалпы біз ескере кетейік, бізде білім саласында Duolingo, IELTS деген сияқты приложениялар бар, иә. Ол приложениялар арқылы көптеген адамдар білім саласын ары қарай дамыта алады. Мысалы, басқа елдердегі мұғалімдермен онлайн түрде байланысу арқылы өзінің тәжірибесін арттыратындар бар. Онлайн түрде жұмыс жасайтындар бар. Яғни олар сабақты оқу арқылы, мысалы, кішкентай балалардың өзінде қазір цифрлық сауаттылық деген сабақ қосылған. Яғни бұл нені білдіреді? Олардың тек кітаптан ғана оқып қана қоймай, осы нәрсені интернет арқылы суреттеп, кішкентай балаларға болсын оны түсіндіріп, бейнежазбаны аудиожазба қылып айтып беретіндер бар. Яғни цифрлық сауаттылық елде адамдар тек кітаппен, болмаса өзінің критикалық ойлауын дамыта алады, иә. Бірақтан әрине айтып өтетін дүние ол осы кішкентай балаларға сол цифрлық сауаттылық арқылы біз кітаптан түсінбеген дүниелерді мультфильм арқылы, болмаса бір қазақтың мультфильмдерінде жасанды интеллект құсап шығарып жатырған дүниелер бар. Сондай дүниелер арқылы ой санасына мультфильм арқылы, қызықты арқылы кіргізе аламыз. Және де білім саласындағы үлкен адамдарға осы Duolingo, IELTS деген сияқты приложениялар арқылы үлкен елдермен байланыс орната аламыз, мұғалімдермен тәжірибе алмаса аламыз, яғни жұмыс жасай аламыз деген сияқты дүниелер бар. Бұл бізде жаңа білім саласында айттық. Білім саласы сол Duolingo, IELTS және тағы да басқалар бар. Ал басқасын айтатын болсақ, бізде ChatGPT жаңағы айтар болсақ 2018 жылы пайда болады бізде ChatGPT. Осыдан кейін Duolingo кезек дамый бастайды. Біз қоғамда айтар болсақ, қоғамда осы жасанды интеллектті пайдалану өресінен зор орын алады. Өресінен зор орын алуын біз жақсы жағынан да және жаман жағынан да бағалай алуымыз керек. Объективті тұрғыда ойлануымыз керек бұл. Ал Сарбинас 2-3 слайдты артқа қарай қайырыңызшы. Азат. Жоқ, алға қарай. Келесі. Нет, керісінше. Ой, еще. Келесі. Мынарада мен нені қалмады. Жерде бір жерде болды ғой, мынау. Жарайды, жаңа айтқан кім Мадияр, мына нәрсе. Мынау манипуляция дедік қой. Фейк информациялар. Жаңағы ең сорақысы мынау дипфейк деген нәрсе. Осыларға тоқталшы. Яғни бір жалған ақпараттар тарату, адамдарды жаңылыстыру, неше түрлі манипуляция. Оның ішінде кеше ғана мынау парламентте талқыланды, білетін шығарсыздар, онлайн несие, онлайн кредитование. Солай емес па? Қандай біздің парламент депутаттары Мұрат Абенов, Бақытжан Базарбек, Ринат Зайытов қалай айтты?
онлайн кредитование арқылы қаншама мыңдаған, мыңдаған ба білмеймін қанша көп адамдарды кредитке кіргізіп жіберген, несиеге. Олар бармай, осының барлығын істеп жатқан жаңағы онлайн жұмыстарда, осының барлығын істеп жатқан біздің цифрлық технология. Осы қауіп қатер туралы айтыңызшы. Бұл қауіп қатер жалпы экономика саласында және банк салаларында кибер қылмыстардың қазіргі 2025 жылғы Statgov кезетін нәтижесімен 40% кибер қылмыс осы жасанды интеллект, жаңа дипфейк, дезинформация солардан бастау алады. Манипуляция. Тағы айтатын болсақ бізде бұл жасанды интеллект, дезинформация, керек емес мәтін, керек емес информация береді. Дұрыс емес. Және жаңағы егов бар, салық бар, осындай бізде экономикалық халыққа қызмет көрсету орталықтары көп, жасанды интеллектке сүйенген. Осының бізде бір кемшілігі осы жақында тұрғындардың барлығының жалпы 20 миллион халықтың деректері таралып кетті. Біреу алып кеткен деп айтты. Солай жарияланды. Өздері жариялады. Осыны біз қарсы шаламыз осы үшін. То есть получилось, что вся личная информация через вот какие-то ошибочные механизмы ушло в другие государства, и теперь могут такой риск возник, что опасность, что они могут использовать эти данные, личные данные, личностные данные, во всех целях. Это большая была ошибка нашего Министерства цифрового развития, или, в общем, в этом разбирается, конечно, депутат этот вопрос поднимает. Вот солай айтып тұрғанбыз, яғни біздің жеке өзіміздің мәліметтеріміз біреудің қолында кетіп отыр. Содан барып, мысалы, даже сіз біреу суретіңізді, фотоңызды біреуге жіберсеңіз, одан неше түрлі жасап шығару. Қазір осындай қауіп қатерлер туындап жатыр. Осыған не айтамыз? Мен ойлаймын, оны шешу жолдары бар деп. Неге? Себебі қазір әр қандай жасанды интеллект болмасын, цифрлық қоғам болмасын, ол нәрсені қолданатын кезде адамның алдында түсіндірме деген дүние тұрады. Яғни жасанды интеллектті қолданатын кезде оның алдында түсіндірме, сіз келісесіз бе деген сияқты сұрақтар қойылады. Яғни өзіміз қолданып көргенде, қарапайым сіз мысалға алып отырған ChatGPT-дің өзінде, егер сіз бір деректі беретін болсаңыз, алдын ала тіркелесіз, аты жөніңізді жазасыз, электронды почтаңызды жазасыз. Яғни сіз соны қолдануға кеңес беріп тұрсыз, сіз соны қолдануға келісіп тұрсыз деген сөз. Және сіз өзіңіздің дерегіңізді ұсынатын кезде сізге келісесіз бе немесе келіспейсіз бе деген сияқты сұрақтар қойылады. Яғни біз түсінуіміз керек нәрсе, жасанды интеллектті қолданылмас бұрын бізге алдын ала түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Яғни тіркелу болсын, немесе қолдану болсын, және әр Google Translate болсын, әр дүниені ашып қалсақ, ол жасанды интеллект жайлы анықтама тұрады. Ол осындай дүниені қолданады, ол осындай электронды форматта жұмыс жасайды деген сияқты. Яғни біз алдын ала қолданылмас бұрын оның түсіндірмесіне қарап оқуымыз керек деп ойлаймын. Яғни цифрлық сауаттылық бізге жетпей жатқан, солай ғой? Сауаттылық. Яғни соны қалай дұрыс қолданудың әдіс тәсілін бірінші біліп алуымыз керек. Қалай солай қолданатын болсақ, жаңағыдай тәуекелдерге ұрынуымыз мүмкін. Солай ма, Мадияр? Ішінара солай келсем. Әлде ол бәрібір бізге бәрібір ондай тәуекелдер тууы мүмкін, иә? Тағы не қосасыз? Жалпы бізде жаңағы анықтама деді, ChatGPT жасанды интеллектте анықтама деді. Бұл анықтамада біз тәуекел туралы айтылады, бірақ нақты қауіп қатер туралы айтылмайды. Тек тәуекел, сіз келісесіз бе деп бар оферта, жаңағы шарт істейді. Сол арқылы біз жаңағы ол приложение тіркелеміз, қолданамыз, бүйтіп. Мен жаңа әдейі келтірдім Сергей Пономаревтың сөзін. Шынында да бұл біздің ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіріп отыр. Яғни, ол депутат жайдан жай сөйлемейді ғой, үлкен трибунадан. Шын мәнінде осындай қауіп бар. Яғни, біз қарап отырсақ, жаңа мықты бизнесмендерді шығарып алып, неше түрлі информация таратып. Мен көріп жүргенім соңғы кезде, Мұхтар Жақишев деген мықты, бүкіл халыққа белгілі азамат, мықты маман, сол кісіні шығарып қойып, неше түрлі информация. Өтірік бар, рас па ешкім білмейді. Шын мәнінде ол кісінің дауысын ұқсатып, өзінің видеосын қойып, сондай манипуляциялар жасап жатқан. Сондықтан шын мәнінде Мадиярдың айтып жатқан тәуекелдерінің орны бар деп ойлаймын. Енді тағы да осы қосарымыз бар шығар, басқа спикерлерді шығып сөйлеуге болады. Әлде Нұрай, сіздің қосатындарыңыз бар сияқты деді,
Бірақ бізде қай елді аламыз жасанды интеллектті қолданбайды деп. Бүкіл ел жасанды интеллект қолданылады, бүкіл ел заманауи ғасырда, яғни қазір 21-ші ғасыр, цифрлық сауаттылықтың ғасыры. Қазір көптеген адамдар, көптеген жастар осы цифрлық сауаттылық арқылы өзінің өмірін көбейтіп жатырғандар бар. Мысалы, осы жасанды интеллект арқылы көптеген компаниялар өзінің табысын ары қарай көркейтеді. Яғни біз тек қана жасанды интеллекттің жаман жағын емес, жақсы жағын да қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, қазір көптеген жақсы білім саласында жасап жүрген жасанды интеллекттер бар, адамдарға көмек білім саласын көркейтетін, яғни ары қарай жұмыс жасауын үлкендететін интеллекттер бар. Яғни жасанды интеллекттің тек зиянын көре беретін болсақ, біз артта қалған мемлекеттерге қосыламыз. Яғни біз ары қарай дамуымыз үшін технологияны ары қарай дамытуымыз керек деп ойлаймыз. Яғни ең алдымен жасанды интеллектті қолданбас бұрын оның алдында адамдар құрастырады ғой ол дүниені. Оның алдында қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді, немесе қандай түрде қолдану мүмкін деген сияқты түсіндірме жұмыстарын жүргізсе, және одан кейін барып бізге қандай дүниені қолданылатынын айтса, және де медицинада жалпы осы жасанды интеллекттің көптеген пайыздары, көптеген пайыз, 30% болсын, 50% болсын, медициналық салада болсын, ол дәл бізге анықтаманы жасап көрсетеді. Яғни қай жеріміз ауырып тұрсын, немесе ауырып тұрған жоқ па, ол нәрсені дәрігерлерден болым ертерек сараптама жасайды. Яғни біз оның жақсы жағын қолдану арқылы елімізді көркейте аламыз. Жалпы бізде сіздің бірақ көптеген елдер қолданбайды, қолданады деген сөзіңізге тіркелейін. Бұл сөз жалпы бізде, мысалы, жасанды интеллекттерге тыйым салған елдер бар. Оны айтатын болсақ Эстония, және айтатын болсақ тағы Латвия. Осы екі ел және тағы Скандинавияның бір елі тыйым салды жасанды интеллектқа. Және айтатын болсақ, бұл жасанды интеллектті қолданбас бұрын экономика, компания, білім саласында біз қызыл көзілдірікті шешіп, тәуекел бірінші, артында не болатынын ойлану керек. Жаңа медицина саласында сол былай қазір қате. Жалпы онда сіздің ойыңызша жасанды интеллектті мүлдем жойып тастау керек па? Жоқ, жойып тастау керек емес. Нақтырақ ойланып, бірінші тәуекел, анализдеу керек. Анализдеп барлығын орындарына келтіріп алып барып қолданса дұрыс болады. Жақсы, белгілі бір енді басқа біз спикерлеріміз шақырайық, сіздерге рахмет. Камчат келесіз ба? Болады. Өте жақсы, Мадияр, Нұрай, көп рахмет, тамаша аргументтер келтірдіңіздер. Енді бізге Төлежан Гүлсім Бауыржанқызы шықты. Гүлсезім кешірім сұраймын. Және Камчат? Университетінің біріншісі. Евразия университетінен. Бізге осы дебатқа шығып атқан бірінші курс студенттері. Сондықтан оны айтып қояйық. Енді қолдау жағын айтайық бірінші, Гүлсезімге сөз берейін. Барлықтарыңызға қайырлы күн, көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Жалпы бүгін өте ауқымды тақырып, Қазақстандағы, жалпы тек Қазақстан емес, бүкіл әлемдегі ауқымды тақырып осылай алынып тұр екен. Жалпы өте қатты қуаныштымын осылай жиналып, бірге талқылап жатқанымызға. Алдымен шақырған, қонақ етіп сіздерге үлкен рахмет. Жалпы енді жасанды интеллектке тоқталайық. Жасанды интеллект бұл бүкіл әлемде бар. Жоқ емес, қоғамда бар нәрсе. Ол керек. Жаңа өзіңіз сөзіңізге тиек еттіңіз, Сергей Пономаревтың сөзін. Ол керек жоқ, ол зиян деді. Десе де, ол зиян деді, ол қазіргі заманның поколениясы ретінде. Бірақ біз тоқталамыз қалай? Біздің заманымызға дейінгі болып кеткен, біздің осы өмір сүріп жатқан қоғамға дейін өмір сүрген адамдар бұл жасанды интеллектті қолдады. Біз қалай айтамыз? Илон Маскты мысал ретінде алайын. Илон Маск айтты, жасанды интеллект бұл от. Қолдану жолын үйренсек, ол бізді одан сайын бізді дамытады деді. Бұны қалай түсінеміз? Жасанды интеллекттің барлығы өзіңізге байланысты екен. Жасанды интеллектті жаңа осы Мадияр мырза өзінің сөзіне тиек етті. Сіз жалпы қарсы шығуыңыз керек еді, бірақ сіз қарсы шықпадыңыз. Анализ жасап, жойып тастау керек дегенге сіз тоқталуыңыз керек, бірақ сіз жойып тастау керек деп айтқан жоқсыз. Неліктен жойып тастау керек деп айтқан жоқсыз? Себебі жойып тастау мүлде бізге мүмкін емес нәрсе уже.
Қалай мүмкін емес, жасанды интеллектпен бізде медицина, уақыт, жұмыссыздық. Сосын біраз статистика айттыңыз, біраз нәрсені тиек бірақ қате кетті. Оны мына сөздермен дәлелдесем, дүниежүзілік экономикалық форумда мәліметінше 2025 жылға қарай жасанды интеллектпен автоматтандыру 85 миллион жұмыс орны жойылады дедіңіз. 85 дедіңіз сіз, 85 миллион. Бірақ жойылса да орнына 97 миллион жаңа жұмыс орны келеді. Сосын сіз айттыңыз өзіңіздің сөзіңізде, жасанды интеллектті тыйған елдер бар. Елдер бар, бірақ қандай жасанды интеллектті? Жасанды интеллектті түбегейлі қолданбасын деген жоқ олар. Жасанды интеллекттің адамға қатысты Face ID деген секілді нәрселерін алып тастау керектін ұсынды. Сосын білімді сөзіңізге тиек еттіңіз. ЮНЕСКО-ның дерегінше оқушы үлгерімі жиымен түсіндірудің арқасында 15-20%-ға артқанын көре аламыз. Бұл баланың көңіліне жол табу. Бұрынғы заман емес қазір жаңа заман, қазір 21-ші ғасыр. Баланың жүрегіне жол табу керек. Баланың жүрегіне жол табу атты осы орыс ғалымының кітабы бар. Баланы гүл деп алайық деген. Роза гүлі. Оның ортасында ол бала, ал күлтелері оның қызығушылықтары. Қызығушылықтарын қалай ашамыз? Әр күлтесін оның қызығушылығын деп алаймыз. Күлте. Оны жасанды интеллектпен қызықтыру. Екінші, оның біліміне де, жасанды интеллектке де, өзінің жеке қызығушылықтарына да, және махаббат беру арқылы да қызықтыру. Сосын Стивен Хокингтің сөзі бар бізде. Біздің ақыл ойымызды кеңейту ұлы мақсат. Бірақ ол жоюға әкелінбеуі тиіс. Жойылып кетпеу керек мақсат. Мақсатқа жетуіміз керек. Мақсатқа жету жолында не істейміз? Жасанды интеллектті жақсы жаққа пайдаланамыз. Жасанды интеллект бізді мүлде жұмыссыздық, офлайн жұмыстардың бізде орын саны шектеулі екенін білеміз, иә? Орын саны шектеулі, бірақ онлайнда шектеусіз. Мүмкіндігі бар адам жұмыс жасайды. Қазір блогерлік деген барлығы бар. Ал егер жаңа сіз өзіңіз Мадиарға көмектескендей болып айтып жатсыз ғой. Көмектескіңіз келгендей болып айтып жатырсыз. Онлайн кредит, немесе адамды дәл иімен жасап алып келу. Кез келген минустан плюс табуға болады. Кез келген жоқ деген нәрсенің өзін жақсы нәрсемен алмастырып, оның жақсы жағына шығаруға болады. Мысалы, заң жүзінде шешу. Құқықтанудан екен сөзіңізде білесіз ғой. Заң жүзінде шешуді сіз жақсы білесіз деп білем. Қалай? Себебі заң жүзінде мүлде адамның жеке дерегін өзінің келісімінсіз беруге болмайды. Дұрыс па? Дұрыс. Сол үшін адам өзі келіспесе, адам өзі бермесе ол нәрсені, ондай нәрсе болуы мүмкін емес. Кез келген адамның жеке құқығы барын білеміз. Келесі кезекті 20 миллион ше кетіп қалды ғой. 20 миллион? 20 миллион бүкіл Қазақстан халқының жеке мәліметтері ақпараттық кеңістікке кетіп қалды. Ол жасанды интеллекттің қателігі емес. Жаңа Еговта да жасанды интеллект деген секілді келтіреді. Бірақ барлығы жасанды интеллект, цифрлық технология өзде анализ жасап тарату керек деді ғой. Ол бізге қосылып тұрғанын байқай аламыз. Және анализ жасап барып, жасанды интеллектке мүмкін салғанда олай болмас еді. Бір адамның қателігі болды. Сауатсыздықтың кесірі. Сауатсыздықтың кесірі. Ал, Кәмшат? Мен орысша айтсам ешкім қарсы болмайды деген ойдамын. Если я начну говорить, то, несомненно, я соглашусь, что мы не сможем на все 100% отказаться от чата GPT. Но все же мы должны рассматривать недостатки чата GPT. В качестве примера могу рассказать о том, что вот в сфере медицины мы все очень часто вот пренебрегаем чатом GPT. Мы можем написать ему свои симптомы, однако симптомы зачастую могут совпадать. Например, самые вот основные вот симптомы — это головная боль, тошнота, боль в горле. Однако чат GPT может не распознать, так как у него нету наших анализов. Мы не сдавали никакие анализы, мы просто написали то наше самочувствие. И он может нам сказать то, что вот вы болеете гепатитом или пандемией, а это может быть всего лишь самой обычной простудой. И получается, мы, вот психосоматика, мы все можем очень сильно накручивать. Во-вторых, вот если говорить насчет детей, думаю,
наши оппоненты сказали больше о предложениях, о том, что мы должны обучать наших детей с помощью чата GPT. Но если мы будем смотреть на наших детей, на современных детей, на своих внуков, на наших младших, что они смотрят в интернете? Они смотрят короткометражные мультики, видеоролики в ТикТоке под названием Brain Rot. Brain Rot с английского языка переводится как гниение мозга. Вот, думаю, все мы слышали таких персонажей, как Тралела, Траляля, балерина Капучино. И чему это учит наших детей? Вот что хорошего в этом есть? И они зацикливаются на этих видео. И из-за того, что они зацикливаются на этих короткометражных видео, они теряют усидчивость. Они уже не могут читать книги, они не умеют писать курсивом, они уже привыкли все писать. И если у них появляются вопросы, они сразу же обращаются к чату GPT. У них уже нет смысла искать, у них нет желания читать книги. Они уже привыкли получать быструю информацию. И зачастую они ее даже не читают, они тупо переписывают. И за счет этого они никак не развиваются, они стоят на одном месте. Да. Дальше, если я буду говорить, например, вот даже в сфере медицины, вот как я говорила, у нас вот произошел недавно такой случай о том, что вот разработчики нейросети ChatGPT обвинили в причастии к смерти подростка. Вчера родители 16-летнего американца Адама Рейна подали иск против компании OpenAI. Бот предоставил парню детальные инструкции по суициду, романтизировали метод самоубийства и отговорили от обращения за помощью к семье. Почему так получилось? Получается, ребенок столкнулся с проблемами в школе, в семье, и он обратился к чату GPT, потому что кроме чата GPT ему больше некому было обратиться. Возможно, у него не было друзей, и он побоялся пойти за помощью к родителям. И он решил обратиться вот к самому ближайшему помощнику, к нашему телефону. И он вместо того, чтобы... Из-за того, что у чата GPT нету такого чувства, как у людей, он не умеет чувствовать людей, он может только предложить, он может дать информацию, которая есть и в интернете. И вместо того, чтобы отговорить ребенка, вот, помочь ему, дать дельные советы о том, вот, как побороться с стрессом, о том, что лучше обратиться к родителям, он предпочел дать пошаговые инструкции, как совершить самоубийство, о том, вот, какие есть методы самоубийства, о том, что можно наглотаться таблеток, как можно правильно порезать вены, или же как можно тихо из дома без ведома родителей выйти из дома и спрыгнуть с крыши. Прям пошаговый не. Да, пошаговый инструкция барын жазып берді. Себебі осы ақпараттың барлығы интернетте бар. Бала ойланбайды, ана иімен бергенін пошаговый соны орындай береді, сондай сияқты. А если мы будем насчет говорить про электронное государство, его в приложении, из-за того, что там чат GPT, а у него нету информации, у него нету доступа ко всем информации, он не может дать самые полезные советы. Вот приведу пример из своей жизни, потому что самый сильный аргумент — это все же пример из жизни. Вот у меня недавно была одна проблема, я пыталась связаться с ЦОНом, однако вот по номеру 1414 я не смогла найти вот помощь. И я вот в приложении ЦОН можно обратиться вот за помощью, можно обратиться к Telegram-боту. Я пошагово объяснила свою ситуацию, какая ситуация у меня произошла, о том, что из-за сбой в системе моя дата, вот дата, на которой я записывалась, я хотела записаться на практический экзамен по вождению. Но из-за того, что произошли некоторые сбои, моя дата записи перенеслась. Однако я никак не могла подойти к этой времени дат, потому что вот время проведения экзамена находился в другом городе. Я специально вот подбирала эту дату, я купила заранее билеты, а менять уже билеты, это будет дорого стоить, правильно? И вот мне никак не смогли помочь в данном вопросе. Получается, по номеру 1414 мне не смогли помочь, и Telegram-бот, который напрямую связан с чатом GPT, не смог дать мне ответ на этот вопрос. И в конце... Жалпы біз если хотите закончить, и в конце мне пришлось просто вот пропустить свою запись, да. Своим интеллектом, да. Вот. Ну, сөзім айтсын, сосын қосамыз. Жалпы жасанды интеллект тек GPT-мен шектелмейді деп бастайыншы. GPT ол бізге денсаулық немесе біз қалай ауырып жатқанымызды білу үшін шығарылған жоқ. Біріншіден, ол білімді күшейтуге бағытталған жасанды интеллект екенін білеміз. Бұл жерде кімнің кінәсі? Жасанды интеллекттің кінәсі емес. Жасанды интеллект себебі енді қолданысқа келіп жатыр. Жасанды интеллектті біз медицинада қолданамыз дедік, бірақ әрбір бала барып ауруын сұрасын деп емес. Әрбір бала ауруын сұрау, ол неге жасанды интеллекттен, GPT-ден сұрау керек? Бала ауырса ата-анасына барсын, дәрігерге апарсын. Дәрігерлер жұмыссыз қалмау керек қой. Бізде азаят мамандықтар бар жасанды интеллект келсе, бірақ ол дәрігер емес. Тек жасанды интеллект медицинаға келсін,
диагноз анықтау үшін. Тек сіз жасанды интеллект дегенге GPT-ға тіреліп алмаңыз. GPT-ді қолданатыны барлығына белгілі, барлығы қолданады. Иә, бала неліктен GPT-дан сұрау керек ата-ана ше. Біз GPT-ді сұрақ жауап үшін емес, ауру сұрау үшін жасамады. Соны білеміз, иә. Сосын Егов ол жасанды интеллект емес, жасанды интеллектке әлі көшпеді, ол цифрлық құрал. Жасанды интеллектке дейін қолданысқа енген, бірақ енді дамып келе жатқан құрал ретінде көреміз. Одан кейін сөзімді Сократтың сөзін айтайын. Сократ не деді? Нағыз даналық не білмейтінімізді білу, үйрену. Біз жасанды интеллектті енді көріп келе жатырмыз. Біз даналық жолындамыз. Жасанды интеллектті дамыту жолындамыз. Жасанды интеллект Қазақстанға керек. Біз дамыған елдердің қатарына кіреміз дейміз. Дәл сол дамыған елдердің қатарына кіру үшін біз не істейміз? Ел қатарлы, барлық ел үйреніп жатқан нәрселерді білуіміз керек. Бізде осы Еуропада Ал-Акт деген компания бар. Ақылдылар алқасы деген ұйым ашылды. Жасанды интеллект құрау. Мысалы, біздің универге де, сіздердің универлеріңізге келді ма, білмеймін, жасанды интеллекттен әрбір адамның сертификаты болу керек, немесе жасанды интеллектті қағу керек. Жасанды интеллектті ол ал адам құқығына өтпеу үшін, және де жаңағыдай кредиттер алынбау үшін оның барлығы заңмен шешілетін нәрсе екендігін біз біле аламыз. Жалпы GPT-дан басқа жасанды интеллекттердің бізге пайдасы көп қой. Жасанды интеллекті біз ауру сұрау үшін емес, тек жақсы жағымызға, оның өзінде психологтар бар ғой, психологты ауыстыру мүмкін жасанды интеллект. Бірақ дәл қазір сұрап қажет емес. Ата-ана мен баланың арасында. Сосын жаңа капучино деген секілді баланың миын улайтын нәрселер айтып жатырсыз, иә. Неліктен тек қана ондай нәрселерді жасанды интеллектпен жасау керек? Қазақылықты дәріптесін, қазақша сөйлетсін. Но это всего лишь предложение. А я имею в виду про вещи, которые происходят в реальном мире. Жақсы, енді шынында да... Одно дело просто предложить, но мы не идем на пути к этому. Вот чат GPT, он неплохой, я не спорю, но мы слишком сильно начинаем пренебрегать этим. Из-за этого мы встречаемся последствиями. Сіз өзіңіздің сөзіңізге ол жаман емес деп өзіңіз қарсы шығып жатқаныңызды білесіз бе? Не, біздің просто тақырыбымыз ол чат GPT-ді отменить ету емес. Біздің тақырыбымыз ол чат GPT-дің қателіктерін, оның кемшіліктерін айту. Себебі вот көбінесе бізде дипфейк туралы айтты, және де вот бізде үлкен, получается, взрослое поколение чаще всего встречается с недостатками искусственного интеллекта, потому что вот более-менее мы имеем цифровую, получается, вот грамотность. Однако вот их никто их и никому не учил. Да, никто их никому не учил. Из-за этого им поступают всякие звонки с поддельными голосами о том, что их ребенок вот попал в беду, просит помощи, просит денег. Человек скидывает, и в конце кто ответен за вот эту ситуацию? Бірден келісіп алайық, біз жасанды интеллект түкке керегі жоқ, оны тоқтату керек деп ешкім айтып жатқан жоқ. Нет, просто, получается, наши оппоненты, они думают то, что мы должны отменить, то, что мы за идею, за то, что мы должны отменить, и они пытаются вот это доказать, то, что хотя... желание, уже все, прогресс, этот процесс прошел. И они давят на это, то, что мы не стоим на своей позиции. Просто, да, положительные стороны, которые надо поддержать, и риски, которые надо профилактика, предотвратить, да, предусмотреть. Сол позиция бар бізде өте жақсы. Енді шынында да жаңа сон туралы айтып жатырмыз, сондай күнделікті Камчаттың айтып отқаны рас, біздің кісілер сондай үлкен бір қиыншылықтармен кездесіп жатады, иә, жаңа онлайн кредит болсын. Бұған енді қарсы кім Гүлсезімдер айтып жатыр, цифрлық сауаттылық керек бізге. Бәрібір соны біз игеріп алмасақ, біз күнде сондай проблемамен болуы мүмкін. Оны сақтану керек. Екіншіден, жаңағы сондағы нәрсе, ол да қарағанда бір қарапайым нәрсе сияқты. Жақында мен естім, бүкіл мынау аэросообщение бар ғой, кәдімгі авиадиспетчерлердің, аэропорттардың жұмысына бір фейковый информация, немесе бір ложный информацияны кіргізіп жіберуі мүмкін. Кіргізіп жіберген. Содан бүкіл жаңағы авиасообщениелер ол парализован. Көрдіңіз бе? Ол вообще үлкен риск солай емес па? Сондықтан бұл жасанды интеллекттің, цифрлық технологияның тәуекелдері өте көп, және үлкен қатерлері бар. Біз соның бәрін алдын алуымыз керек. Енді шынында да жаңа сіздер айтып отырсыздар, Мадияр айтты. Бұл нәрсені бірте-бірте талқылап, кешенді анализ жасап, сауатты түрде қолдану керек. Өкінішке орай біз қазір уралап кеттік,
Кәмшат, солай емес па? Жасанды интеллект күнде неше түрлі конференция жиналыс болып жатыр. Бүкіл мектеп, бүкіл оқу орындарының бәрінде жасанды интеллект, біздің президентіміз айтты. Жасанды интеллект көшуіміз керек деп, осы жолдауда айтты. Оралап, соған кеттік басымызбен. Ол дұрыс па? Меніңше дұрыс емес. Әсіресе білім саласында бұны жақсылап педагогтардың, ата-аналардың, балалардың сауаттылығын, жаңағы тәуекелдерді анықтап, біліп, содан кейін барып енгізу керек. Солай емес пе? Сондықтан да қазір менің білетін цифрлы сауаттылық деген пән болады. Кәмшат бұрын мектепте 1-ші класстан бастап. Соның бағдарламасын өзгертіп жатыр. Оған осы жасанды интеллект элементтерін оқытуды кіргізіп жатыр. Яғни кішкентай баладан бастап, оның жаңағы оң теріс жақтарын білу керек. Міне осындай жұмыстар жүргізілмесе, шынында да біз ура-урамен бір жерге барып құлауымыз мүмкін. Мысалы, жалпы технологиялық революциялар, бірнеше революцияларды айтуға болады. Кезінде жаңағы бу машинасын ойлап тапқан Англияда бұл керемет бір технологиялық революция болды. Электр шамын ойлап таптық, ол революция. Одан кейін не ойлап таптық? Атом энергиясы ойлап таптық, солай емес па? Ел шошыды. Бірінші әрине ғалымдар оны керемет жаңа энергия көзін аштық деді. Ол шын мәнінде керемет. Абыраның оның тәуекелдері болды ғой. Ақыр соңында қазір Жапонияның 2 қаласын қираттық, қанша радиация кетті, Семейде қанша полигон болды. Қазір елдердің барлығы атом бомбаларын жасаудан жарыс, соны сынақтан өткізіп, оған кетіп атқан миллиард, триллион не пайда? Былай қарасақ. Ал енді пайдаланып атқанда. Яғни әрбір технологиялық прогрестің оң жағы, теріс жағы бар, қауіп қатері бар. Солай ғой, Я тогда айтып кеткенмін. Мы становимся слишком сильно зависимыми. Еще один минус то, что вот у искусственного интеллекта нету никакого фильтра. Он не знает, что хорошо, что плохо. У него нету вот слова морали. И из-за этого он помогает всем подряд. Он не знает, что, кто по-настоящему нуждается в помощи, а кто использует эту помощь, чтобы навредить другим. Вот дипфейки, да, или же вот помочь типа человеку в совершении суицида, или же помочь в краже. Он может спокойно, вот чат GPT может спокойно, вот, или любой искусственный интеллект, вот кроме чат GPT есть еще другие искусственные интеллекты, и они могут спокойно вам найти, какие есть минусы в законах, и с помощью этих законов некоторые люди пытаются обходить эти законы, чтобы получить максимальную выгоду от государства. Жалпы жасанды интеллект біздің Қазақстанға әлі толықтай келмегенін білеміз, иә. Бірақ жасанды интеллект бізге толықтай келсе, анализ жасай бере алады деп ойлаймын. Себебі бізден басқа дамыған елдерге жасанды интеллект бұрын келгенін білесіз ғой. Оларға бұрын келді және білмейтін нәрсесін олардан сұрай алды. Қалай? Себебі жасанды интеллектке біз барлығын біріншіден үйретіп алуымыз керек. Жасанды интеллектке тіл үйрету деген секілді жүр ғой. Жасанды интеллектке бірінші барлығын құюымыз керек. Жасанды интеллектке барлығын құю үшін бізге не керек? Цифрлық сауаттылық керек. Қайтадан келіп тірелетін осы. Барлығы келіп тірелетін цифрлық сауаттылық. Цифрлық сауаттылықты дамытсақ, жасанды интеллект бізде жан-жақты анализ жасай алатындығын біле аламыз. Жалпы жасанды интеллект жаңада өзіңіз айтып жатсыз ғой. Кез келген нәрсенің минусы мен плюсы бар. Минустан плюсты, плюстан минусты табуға болатынын білеміз, иә. Кез келген нәрсенің оң жағы мен теріс жағын айыра алатынымызды білеміз. Получается, если вы думаете, что нам нужна вот цифровая грамотность, то все же вы согласны, что у нас у искусственного интеллекта больше недостатков, нежели преимуществ на данный момент, именно в Казахстане? Дәл қазір дамыту керек. Дамыту керек, получается, бізде сонда кемшіліктері бар ғой. Көпшіліктері артатын болса, онда сіз дамыту керек емес, біз дұрыс жолында деп айтушы едіңіз. Кемшілікті жасап жатырған өзіміз дұрыс қолдана алмаймыз. GPT-дан ауру сұрап отырмыз. Ол бір мысал болды. Шынында да, мысалы, бала сол жасанды интеллектке сонша сеніп кеткенінен, бала ма, ата-анасы ма, жаңа диагнозын қоюға сеніп тапсырған. Міне, сауатсыздық деген осы. Шын мәнінде ол соншалықты қауіп қатерлі нәрсе болуы мүмкін. Осы тұрғыдан бізге әрине сауаттылық керек. Біз барлығынан осы тәуекелдердің алдын алуымыз керек. Бүгін әңгімеміздің бәрі де сол, жаңағы уралап жасанды интеллект келді, барлық жұмысымызды. Шын мәнінде тәуекелдері көп, біз тәуекелдер тұр ол. Жұмыссыз қалуымыз мүмкін ба? Иә. Қандай адамдар жұмыссыз? Қазір мынандай бар. Бірте-бірте жаңағыдай мысалдың негізінде медиктердің қажеті болмай қалуы мүмкін.
себебі жасанды интеллект сөзім бірде соншалықты жетілдіріледі. Жаңа Кәмшат айтқандай ол Нет, они становятся настолько точными. қоймауы мүмкін. Өте тамаша диагноз қою мүмкін. Қазір тіптен кәдімгі медициналық үлкен холдинг орталықтарда жасанды интеллект пайдаланып жатыр. Мысалы рак ауруының диагнозын, жаңағы лечениесін, емдеу тәсілін жасанды интеллект қазір тапсырып отыр. Адам таба алмай қой. Жасанды интеллект табудың алдында деген информация бар, дұрыс қой. Яғни медицинаны да сен тапсыруға болады. Соншалықты ол ақылды, ол миллиондаған, миллиардтаған информацияны алып, бәрін анализ жасап, бір тамаша ұсыныс беруі мүмкін. Сондықтан медицинаға біз пайдаланатын болсақ, ертең біздің дәрігерлердің соншалықты қажеті болмай қалуы мүмкін. Жасанды интеллект өте күшті дамығанда. Сол сияқты мұғалімдер, біз айтамыз, ол мәңгілік мамандық. Бірақ енді бала мынаны ашып жерсе, бәрі дайын тұр. Солай ғой, информация ол уақытта көрсетеді. Қазір кішкентай балаларымыз 5 жасар, 4 жасар бала ағылшын тілін үйреніп отыр. Солай емес пе? Ағылшын тілін 11 жыл оқып үйрене алмаймыз. А кішкентай бала осы арқылы ағылшын тілін үйреніп сайрап тұрған балалар өте көп. Солай ғой, яғни мүмкіндіктері өте көп. Бірақ жаңағыдай айтып отқан ядролық энергияның мүмкіндігі керемет болды. Бүкіл қазір дүниесін энергиямен қамтамасыз етіп, бірақ оның артында үлкен қауіп қатер тұр. Чернобыльді білесіздер қандай жағдай. Осы екі арада отырмыз ғой, сондықтан бәрін анықтап алуымыз керек. Тағы да қосарыңыздар, мүмкін аудиториядан қосатынымыз бар шығар. Егер де сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Онда бізде ChatGPT қандай бізде жұмысшыларды алмастыратын болады. Біріншіден, ол бізде, егер біз базовый нәрселеріне бастайтын болсақ, ол официанттар, мысалы, бізде көп кафелерде уже роботтар адамдарды обслуживать ететін жерлер бар. Екіншіден, біз мұғалімдерді атап кетті, бірақ мұғалімдерден мысалы бізде репетиторлардың керегі жоқ болған себебі бала ол ChatGPT-ға өзінің ұсынысын не керек екенін жаза алады. Бізде ChatGPT оның білімі ол шексіз, ал мұғалімдер өзінің білімімен шектеліп қалады. Оларда не универде не берді, қандай курстарға қатысты, олар не қандай білім алды, сонымен ғана шектеледі. Ал ChatGPT ода барлық интернеттегі ресурстарға қол жеткізе алады. Сол себепті ол кейбір мұғалімдерден де артық болуы мүмкін. Келесі мәселе бізде егер де біз робот жасанды интеллектті ары қарай дамытатын болатын болсақ, онда бізде жұмысшылардың да керегі жоқ болып қалады. Мысалы, стройкада жұмыс жасайтын адамдардың керегі жоқ болуы мүмкін. Себебі складта барлығын адамның көмегінсіз оны робот өзі де апарып қоя алады. Немесе заказдарды қабылдау. Сонымен ары қарай айтатын болсақ, біз тіпті мемлекеттік басқарудың өзін ChatGPT-ға біз бергіміз келіп тұр. Себебі біз осылайша біз өзіміздің нагрузкамызды төмендетеміз деген ойдамыз. Алайда біз мемлекеттік басқаруды ChatGPT-ға немесе жасанды интеллектқа беретін болсақ, онда мемлекет қандай болады деген сұрақ. Жемқорлық болмайды онда, солай ғой. Сондай әңгіме шығып жатыр қазір. Мүмкін мемлекеттік басқаруда бізде енді жемқорлық деген көп қой. Соған тапсырсақ, ол мәселеде шешіліп кетуі мүмкін. Және де жаһандану заманында бұл біздің бірегейлікті, яғни біздің алуан түрлілігімізді жоғалтуы мүмкін. Себебі барлығымыз бірдей болып кетеміз. Себебі біз барлық трендке, барлығымыз жасанды интеллектке сеніп қалғанбыз. Жасанды интеллектке біз әлі толықтай сене қойған жоқпыз, бірақ қолданыста бар, Каспи, Халық KZ, барлығымыз қолданатын нәрселер, бұның барлығы жасанды интеллект екенін білеміз. Біздің өмірімізге өте қатты пайдасын тигізіп жатқан дүниелер екенін білеміз, Олардың да заң түрде шешілетін түрлері бар, Мысалы үшін менің Каспиімді сіздің түріңізбен ашпайды деген секілді осы. Одан соң жаңағы мамандықтарды ауыстыруға келетін болсақ, мұғалімді, сосын психологтарды, жалпы көп мамандықтардың жойылмайтынын білеміз. Жаңағы статистикаға сүйенсек, жойылған мамандықтардан көп орнына мамандықтар келетінін білеміз. Себебі жаңа ағай өзі де сөзіне тиек етті ғой, жемқорлық жойылады деп. Жақсы емес па жаңа Қазақстан? Бірақ ол үшін бізге уақыт керек. Жаңағыдай анализ жасап, саты-сатымен көтерілу керек. Сұрағым, егер жасанды интеллект жаңа жұмыс орындарын беріп жатыр деп айтыңыз, қандай жұмыс орындарын береді? Ол онлайн жұмыстар. Онлайн жұмыстарға егер де оны бір адам жасайды, бірақ ChatGPT-дің жасанды интеллекттің көмегімен оны басқа адамды меңгеріп кете алады. Яғни оған басқа бір адамға ақша төлеп соны жасатудың уже көмегі жоқ.
жасанды интеллектті орнымен қолдану керек. Кез келген жерде біз жасанды интеллектті қолдана беретін. Біз өзімізде робот болып кетпес үшін жасанды интеллект бізге бүкіл Қазақстанды жасанды интеллект ету емес біздің мақсатымыз. Сіз онлайн жұмыс туралы айтып тұрсыз ғой, мысалы фрилансерлер туралы. Мысалы менде бір суретім бар, ескі суретім бар, және мен оны тірілткім келеді, яғни вот сол фотодан видео жасағым келеді, және мен оны біреуге ақша беріп жасатқанша өзім жасанды интеллектті үйреніп неге істеп алмасқа? Бұның өзі плюс. Сіз Ол үшін плюс, бұның бірақ өзі олай плюс. онда келесі адам ақшасын таба алмай қалады. Онлайн тек қана ондай жұмыстар емес. Мүмкін білмейді адам. Дәл сіз үйренгісі келетін нәрсені. Қандай жұмысқа келді екен? Мысалы, сіз фотоңызды өңдегіңіз келіп тұр, сіз бірақ білмейсіз әлі. Жасанды интеллект түсіндіріп бере алмай тұр сізге. Сізге ол адам, оқып келген адам сізге үйрете ала ма? Үйрете алады. Жасанды интеллект оны оқытуға, адамға осыны көмектесуге көмегі бар. Мысалы, Оны даже оқып та келуге жоқ. Егер де сен приложение болса, мысалы ChatGPT-ның өзіне Gemini-ға жазатын болса, осы суретті маған тірілтіп берсе, ол оны тірілтіп береді. Оған екінші адамға барып көмек сұраудың керегі жоқ. Мысалы ChatGPT-дан ол маған пошагово жазып бер десең де жазып береді. Жазып береді, бірақ дәл сіз ұқсатып шығарып бермейді ғой. Қазіргі ақылы курстар да сол үшін. Ақылы курстар не үшін жүр? Сол үшін. Барлық Қазақстан игерсе, егер цифрлық заманымыз сол кезде дамиды. Жақсы. Менде бір екеумізге ортақ сұрақ бар. Біз жаңа айтып отырмыз. Сыни ойлауды азайтып жібереді деп. Соған екеуіңіз де келісесіз деп ойлаймын. Солай ғой. Дайын ақпарат. Кез келген мәселе бойынша ашып қалсақ, дайын ақпарат тұр. Не қыламыз? Бастыға тұрып, солай ғой. Ойланудың қажеті жоқ. Алды қазір балалар үй тапсырмасы орындауда, мектептегі тапсырмасы орындауда, бір нәрсені зерттеуде, зерделеуде, тіптен ғалымдарымыздың өзі қазір диссертацияларын осы жасанды интеллект пайдаланып жазып жатқан жағдай басталды. Тіптен жазушылар шығармашылық кереметтің қажеті жоқ, жақсы заказ берсе жасанды интеллектке, керемет сізге бір повесть жазып беру мүмкін, солай ғой. Өлең де жазып беру, музыка да жазып беру мүмкін. Жетілдірілген жасанды интеллект. Сонда не болдық? Біз шығармашылықтан дайырламыз, сыни ойлаудан дайырламыз. Келсесіз бе? Келсем, бірақ әлі де жасанды интеллектті дамыту керек, және де белгілі бір шарттар қою керек секілді. Егер де біз жасанды интеллектті ары қарай дамытатын болсақ, онда біз болашақта осыдан келіп тұрмыз ғой. Біз жасанды интеллектке тәуелді болуға біз өзіміз әкеліп тұрмыз. Себебі дамыту керек, біз ары қарай дамытатын болсақ, онда ChatGPT біздің өмірдегі барлық сфераларды контролировать ететін болады. Тағы бір қосайын мен, кешкіңіздер. Мынандай да бар, ол ақпарат бар, ол да біз бәріміз ойландыратын нәрсе. Жасанды интеллект дами келе, жан-жағына қарайды. Ол кәдімгі біз адам сияқты арамызда жүреді, жасанды интеллект қарайды, адамдар, бұлар не істеп жүрген адамдар? Субъектілер жүр, солай ғой. Қажеті бар ма бұлардың? Бүкіл табиғатты құртып жатыр, жемқорлық жасап жатыр, тәртіпті бұзып жатыр, жаңағы мусорды тастап жатыр, тағы нәрсе, бір-бірімен төбелесіп жатыр, арақ ішіп жатыр, неше түрлі жаман қылықтар жасап жатыр. Қажет жоқ бұл адамдардың деп, жасанды интеллект соншалықты ақылды, мынау табиғатқа, мынау кәдімгі табиғат жаратқан адамдардың қаншалықты қажеті бар деген анализ жасауы мүмкін де, соларды жойып жібердің тәсілін ойлауы. Жойып жіберем десе, жойып жібере алады. Солай ма? Оған не дейсіздер? Жауап бере алыңыз. Егер де бұл біздің ол біздің тақырыбымыз болғандықтан айтқым келгені біз мысалы роботтарға біз әсіресе жасанды интеллектқа біз дамыта бере, оны адамға ұқсатқымыз келеді. Яғни содан кейін бізде жасанды интеллектте ода адам секілді ойлау қабілеті пайда болатын болса, онда шынымен де ол біздің кемшіліктерімізді көріп, адамдарымыздың кемшіліктерін көріп, себебі біз өзіміз экологияны, суды, барлығын ластаймыз, өзіміздің қоршаған ортамызды қадірлемейміз, және ол біздің керек жоқ екенімізге келіп восстание жасауы мүмкін. Зиянды субъект деп есептейді ғой. Зиянды, яғни зиянды нәрсені құрту керек болған, солай ғой. Мысалы, бір мусор жатыр ма? Ол зиян ба? Оны біз лақтырып тастаймыз ғой, өртеп жібереміз. Тура сол сияқты айту мүмкін. Зиянды, оның жануарларды, өсімдіктерді, гүлдерді қалдыру мүмкін, солай ғой. Адамдар зиян келтіріп жатқан адамдарды жою деген мақсат болды. Себебі біз қарайтын болсақ, әлем ол адамдарсыз да өмір сүре берген. Бізде адамдар пайда болмас, бізде динозаврлар өмір сүрді, барлығы гармонияда болды. Алайда біз келе бастап, бізде экологиялық глобалды мәселелер пайда бола басталды. Жақсы, онда спикерлерді ауыстырайық, қол көтеріп отырған. Рахмет сіздерге, қазір жалғастырамыз. Рахмет көбірек. Қол шапалақтап қойып, қандай тамаша, өте әдемі ойлар айтылып жатыр. Тура жерге барып қалған сияқтымыз.
Нұрай, сіз шығасыз ғой? Еркін, ешқандай қысылудың қажеті жоқ. Сіздің аты-жөніңіз? Мен аты-жөнім Өмірбай Аягөз, Еуразия ұлттық университетінің заң факультетінің 1-ші курс студентімін. Аягөз бен Нұрай. Енді кім бастайды? Баса берсін. Бірінші. Жаңағы дүние бойынша айтып өтейін деген едім. Бізде айтып жатыр иә, табиғат жайлы, табиғатқа кері әсерін тигізеді дегенсі. Табиғат жайлы дүниені қозғады, иә, мусорды тастау керек, адам өзінің санасын ары қарай жетілдіру керек деген сияқты. Бірақ бізде жасанды интеллекттің табиғатты қалай қолданатындығы жайлы бар. Яғни экологияда алдын ала не болатынын, не болжайтынын түсіндіріп береді, иә. Бізде мысалы 112 деген приложениені бәріңіз білесіздер, 112 арқылы алдын ала қандай дүние болатынын болжап береді. Мысалы 112 арқылы бізде алдын ала жаңбыр болады, немесе алдын ала қар түседі деген сияқты хабарламалардың, осы жасанды интеллекттің болжауына байланысты хабарламалардың келгеніне ескертулер жасауына байланысты біз жоспарымызды құра аламыз. Яғни біз басқа дүниеге немесе алыс жолға сапарға шықпас бұрын бізге алдын ала хабарламалар келеді. Мүмкін бұл күнде жаңбыр бар деген сияқты алдын ала табиғатты болжайды. Яғни біз бұл арқылы жасанды интеллектті өзіміздің жоспарымызға қарай ұйымдастырып, өзіміздің пайдамызға қарай жүзеге асыра аламыз деген дүние. Және бізде қазір жасанды интеллект тек ChatGPT-мен ғана шектелмейді ғой. Мысалы біз Google деген дүниені аламыз. Яғни барлықтарымыз білеміз Google-ды қалай қолданамыз, елімізде не болып жатыр, сіздер айтып жатырған 85 миллион болсын, адамның қалай өлімі болсын, оның дүниенің барлығын біз осы Google-дан, яғни ChatGPT-дан қараймыз, иә. Жаңалықтардың барлығы осы Google-да бар. Яғни Google-дың басшысы да өзі де айтып өткенде, жасанды интеллект электр энергиясынан да маңызды жаңалық деп айтып өтті. Яғни жасанды интеллектті біз дұрыс жағынан пайдалансақ, ол дұрыс жағынан болады. Яғни бізде балалар бар, иә, балаларға қате қауіп төндіреді, немесе балалар қате дүние жасайды деп, балаларды кішкентайынан бастап тәрбиелеу маңызды бізге. Яғни біз кішкентайларынан бастап оған телефон беріп қоймаймыз, немесе кішкентай кезінен бастап біз оларға зат беріп қоймаймыз, осы дүниені жаса, осы приложениеға кір деп. Ата-аналар оны түсіндіру керек. Яғни оған бізде арнайы курстар бар, иә. ChatGPT-ді түсіндіретін, немесе цифрлық сауаттылықты түсіндіретін курстар бар. Сол курстар арқылы біз оларға түсіндіре аламыз. Яғни балаларға ChatGPT-ді жалпы қолданатын дүние проблема, ол технологияда емес, ол адамның санасында, яғни жиі өз зиянды емес, ол адам жасаған құрал болып табылады. Яғни жасанды интеллектті біз өмірімізге толықтай кіргізбейміз, бірақ біз оны ары қарай дамытамыз. Сіздердің айтуларыңыз бойынша жасанды интеллектті өмірімізге толық кіргіземіз, балаларға пайдасын тигізеді. Жалпы жасанды интеллектті қолдану дұрыс емес сияқты дүниені, оны ары қарай дамытпаймыз деген сияқты нәрсені айтып өтті. Яғни қазіргі заманда оның плюстарына қарайтын болсақ, минустарын ары қарай жөндеуге болады. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Жалпы сіздер тақырыпты дұрыс оқыдыңыздар ма білмеймін. Біздің тақырыбымыз цифрлық қоғам, жасанды интеллекттің зияндары мен және де пайдалары. Жаңа ағай айта кеткенде, оны ешкім жойып жіберейін деп жатырған жоқ. Және де жаңа сіз ауа райын айтып кеттіңіз, иә? Ауа райын болжайды 112, бізге ауа райын айтып тұрады деген секілді, бірақ 112 ауа райын үнемі 100% дұрыс айтпайды, яғни дұрыс прогноз бере алмайды. Мысалы 20 градус деуі мүмкін, немесе жаңбыр жауы мүмкіншілігі бар деуі мүмкін, бірақ жаңбыр жаумауы мүмкін деген секілді. Яғни жасанды интеллектті біз өмірімізге толыққанды 100% қосуымыз бұл дұрыс емес. Бірақ сіз 112-ді пайдаланасыз ғой, иә? Аяқтаған жоқ едім. Жалпы сіз егер де сіз құқықтану мамандығында оқыған болсаңыз, онда біздің президентіміздің соңғы жолдауын естіген шығарсыз. Соңғы жолдауында біздің президентіміз цифрлық кодекс шығаруды ұсынған болатын алдағы 3 жылда жоспарымызда. Яғни бұл дегеніміз президентіміздің өзі жасанды интеллекті және де цифрлық қоғам, тек қана ChatGPT емес, DeepSeek деген секілді түрлі приложениялардың зиянын айтып тұр. Және де ол зиянды алдын алу үшін бізге арнайы цифрлық кодекс керек. Бізге алдын алу керек, бұл нәрселердің барлығын заңды түрде алдын алу керек. Әйтпесе біздің жас қоғам, яғни балалар осы цифрлық қоғамды дұрыс емес, теріс пайдалану мүмкін деген нақты факттар бар. Және де тағы да айта кететін болсам, білім саласында деп жаңа ғана Гүлсезім айтып кетті, иә. Білім саласында біз пайдалану керек, біз неге ауруымызды ChatGPT-ден сұраймыз? Жақсы, білім саласында пайдалану керек болатын болса, онда неге көптеген мектептер осы телефонды ұстауды, сабақ уақытында телефонды ұстауға көп мектептер жаңағыдай
қарсы қойып жатыр, яғни ұстауға болмайды деп. Кеше ғана мен өзімнің мектебімнің мұғалімімен сөйлескен болатын. Ол мұғалім осы біздің мектепте қазір жаңадан заң қабылданып жатыр, 50 минут немесе 45 минут сабақ уақытында телефонды балаларға бермейміз, алып қоямыз деп жатыр. Неге деп? Ереже. Мектеп ішіндегі ереже. Соны қабылдап жатырмыз деді. Неге деген сұраққа ол былай жауап берді. Қазіргі таңда 2 бет немесе 3 бет эссені немесе жаңағындай мақаланы жазуға тапсырманы береді ғой, олардың барлығы ChatGPT-ден немесе басқа да приложениялардан жасанды интеллекттен жазып келеді. Яғни оқушылардың өз басымен өзінің белгілі бір біліммен немесе кітаппен, мақалалармен жазып өзі әкеле алмайды. Яғни оқушылардың өз сана сезімінің осы ChatGPT-дің жасанды интеллекттің арқасында төмендеп жатырғанын біле аламыз. Сол себептен осындай ережелерді мектептер пайдаланып жатыр. Яғни пайдаланбау керек деген секілді. Оқушы өз бетімен жұмыс жасау керек, және өз бетімен тапсырмаларды орындау керек деген секілді. Бұл зиянның нақты көрсеткіші. Тағы қосарларыңыз бар ма? Аудиториядан. Мен жауап ретінде айтып өтейін. Яғни айтып жатыр 112, ол бізде каждый раз, яғни күнделікті дұрыс нәрсені үйретпейді деп. Бірақ адамдар прогноз жасай алмайды, адамдар табиғаттың қандай болатынын жасай алмайды. Біз күнделікті өмірде оны бәрібір де қолданамыз, Одан кейінгі айтып өткен дүниеңіз, оқушылар қазір ChatGPT-ді көбірек қолданады, сол арқылы олардың ойлау сезімі азаяды деген сияқты дүниені айтып жатырсыз, Жасанды интеллектті оқушылар емес, мұғалімдер қолдану керек. Яғни түсінетін нәрсеміз, сіз айтып өткендей, телефонды сабақ барысында жинап алады, оларға сабақты түсіндіреді, яғни тақырыптың қандай екендігін түсіндіреді, және оқушыларға үй тапсырмасын береді. Оқушылар сол арқылы, үй тапсырмасын арқылы керекті мәліметтерді алады. Яғни білеміз, қазір кітапханадан алыс тұратын үйлер бар, ауылдық жерлерде болсын, кітапханадан алыс тұратын жерлер бар. Сол жерлерде олар қосымша мәлімет алу үшін жасанды интеллектті қолданады. Яғни сізді айтып отырған дүниеңіз, жасанды интеллектті қолдану, ол жасанды интеллекттен емес, ол адамның, яғни ата-ананың қателігінде. Яғни біз ең алдымен үйретуіміз керек, қаншалықты күнде телефон ұстау керектігін, балаларымызға, яғни балаларға, жас өспірімдерге мынандай дүниеде ата-аналар қадағалап отырса оның сабағын, ондай дүниелер болмайды. Яғни жасанды интеллектті балалар үшін емес, әлемді көркейту үшін және жаңа технологияларды зерттеу үшін қолдануымыз керек. Жаңа ғана Гүлсезім білім үшін деп айтып кетті ғой. Білім үшін де мен айтып өттім ғой, жасанды интеллектті мұғалімдер қолдану керек, оқушыларға қызықты өткізу үшін, білімді ары қарай жетілдіру үшін. Ал балалардың қолдануы ол ата-аналардың қателігі, яғни алдын ала оларға түсіндіру керек. Бірақ сіз келісіп тұрсыз, балалардың мектепте қолдануы бұл зиян екен. Зиян емес, ол ары қарай пайда деп айтқым келеді. Яғни одан ары қарай балалар мультфильмдер қарайды. Бізде қазір қазақша мультфильмдер өте көп шығып жатыр. Қазақ хандығы деген сияқты. Олар осы тарихын қызықты етіп үйренеді. Қазір көптеген балалар кітап оқып қарап отырмайды. Яғни кітаптардың суреті болсын, оқи алмайтын адамдар да бар. Мысалы, оның барлығы осы фото суреттер арқылы сабақты қызықты өтеді. Яғни сабақты осы фотолар арқылы, бейне роликтер арқылы түсіндіріледі. Жақсы, тамаша. 45 минут сабақ уақытында телефон ұстап, все-таки неправильно же? Телефонды, мен айтып отырмын, балалардан телефонды сабақ уақытысында жинап алады. Оны мұғалімдер түсіндіреді сабақты. Мұғалімдер түсіндіреді. Қазір мен санап отырдым, 8 рет айттым. Мұғалімдер түсіндіреді деп айтып отырмын. Одан кейінгі нәрсені балалар өздері жасайды. Мысалы, сіздер айтып отырсыздар, телефонды алдын ала жинап алады балалар. Это пустословие. ChatGPT-ді, получается, сабаққа қолдану зиян емес, оны пайдаға апару керек деп тұрсыз. Бірақ сіз өзіңіз балаларды сабақта қолданбау керек деп тұрсыз. Өз сөзіңізге өзіңіз қарсы тұрсыз. Қараңыздар. Осы жерде Нұра кешірсең. Онда микрофон қайту керек, мұнда бар. Жарайды ма? Онда жалпы мектепте сабақ барысында смартфондарды қолдануға кәдімгі министрліктің қағидасымен, ережесімен шектеу қойылды. Білесіздер ғой оны? Себебі жаңағы тәуекелдердің бәрі болды. Балалар басқа бір нәрсені түсіреді видеоға, мұғалімді түсіреді. Одан кейін жаңа ақпаратты пайдаланады, бір-бірімен сөйлеседі, сообщение жазып отырады. Бұның барлығы қазір тоқтатылды. Мен есім кетпейді, Талдықорғанда үлкен жиналыс болған. Сонда көп ата-аналар болды, мұғалімдер. Бәрі бір ауыздан осыны сұрады. Тоқтатайық мына классқа, жаңа сабаққа смартфонды алып кіру. Министрлік шешім қабылдап қазір тоқтатты. Бұл бір жаңа сақтандырудың бір үлкен жолы болды. Енді
тәуекелдер бар. Ол мектепте тыйым салса үйге барады да пайдаланады ғой, солай ғой. Барлығы да айналып келгенде сауаттылық, мәдениет, қолдану мәдениеті, ата-аналардың жауапкершілігі, байқайсыздар ма? Осы бір нәрсе қағидаға байланысты сияқты. Біз чат GPT жаңағы жасанды интеллекттен енді құтыла алмаймыз, солай емес па? Кім тоқтатады оны? Мысалы, Google-ды мақтап жатырмыз, ішінде неше түрлі нәрсе бар, жақсы нәрсе бар, жаман нәрсе бар, солай ма? Ешкім оған шектеу қоя алмайды. Тек мынау солтүстік Кореяны айтады, сол жерде барлық осындай әлеуметтік желі бәрін шектеп тастаған, ол тоталитарлық режим деп оны жаңа кінәлаймыз. Ал енді ол тоқтатуымен бәрібір шектелмейді. Біздің елде демократиялық ел болғандықтан ондай шектеу жоқ. Бірақ бізге қажеті сауаттылық, цифрлық сауаттылық, медиа сауаттылық, мәдениет және жауапкершілік. Ата-ананың жауапкершілігі, мұғалім ол балаға қалай үйретеді, қалай оны дұрыс қолдану. Әйтпесе айналып келгенде оның зиянды әсері мүмкін. Жалпы бір көлікті, машинаны айдау үшін оған не керек? Бізге ол көлікті жүргізу ережесін білу керек, солай емес па? Оны қалай айдау? Ал енді ешқандай оны көлікті қалай жүргізетінін білмей, оңға бұрудың орнына теріс қарай бұратып болсаң, барып бір нәрсеге соғасың. Тура осы сияқты бізге көлік жүргізудің сауаттылығы қалай қажет болса, жасанды интеллектіні пайдалануда сауаттылығы, жауаптылығы сондай. Атом энергиясы мен қайта айтып жатырмын, ол да солай. Абайламасақ, ол жарылып кетуі мүмкін, бір катастрофа болады. Солай ғой, бір ережені бұзатын болса. Мынау да сондай нәрсе. Жақсы, енді сөзімізді жайлап қорытындыласақ деп отырмын.